Сәлем достар, каналға қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода тері құрылысы туралы айтатын боламыз. Видео басталмас бұрын міндетті түрде лайк басып, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Солайша қазақша контенттің дамуына өз үлесіңізді қосатын боласыз. Адам денесінің сыртқы бетін жауып тұрған тері ағзаның салмағы ең үлкен органы болып табылады, яғни дене салмағының 15-20%-ын құрайды. Терінің құрылысы бойынша ол үш қабаттан эпидермис, дерма және гиподерма қабатынан тұрады. Эпидермистің төменгі қабатында, яғни гиподермада әртүрлі рецепторлар орналасқан. Олар сыртқы ортадан келетін механикалық, жылу және химиялық тітіркендіргіштерді қабылдайды. Рецепторлардың бөлінуі дененің барлық аумағында бірдей емес. Мәселен, саусақтың басында сипап сезуге байланысты рецепторлар көп болатын болса, ал табанымызда қатты басуды сезетін рецепторлардың саны мол. Тері рецепторларында пайда болған тітіркеніс әртүрлі сезу жүйкесі арқылы ми бағанына немесе жұлынға жетеді. Ал теріден шыққан ақпарат соңғы миға сезу қыртысына жетеді. Теріге қауіп төндіретін механикалық, жылу және химиялық тітіркендіргіштердің әсерінен ауырсыну сезімі пайда болады. Ауырсыну өте жағымсыз сезім болса да, пайдасы зор. Себебі адамға қауіптен хабар береді. Оны айналып өтуді үйретеді. Ауырсынуды терінің еркін жүйке ұштары сездіреді. Қоршаған ортадан келетін механикалық тітіркендіргіштерді теріміздің әртүрлі рецепторлары қабылдайды. Солардың бірі түйісуді сезу жүйке ұштары. Олар бос жүйке ұштарынан және олардың айналасындағы капсулалардан тұрады. Түйісуді сезу жүйке ұштары негізінен саусақтардың ұшында өте жиі орналасады. Және пиастіліктеріне ұқсайтын механорецепторлар, Пачини денешіктері терінің терең қабатында орналасады. Олар негізінен дірілдің басты рецепторлары. Тері негізінен жылуды және суықты сезеді. Жылуды сезуде ағзадағы жылудың тұрақты температурасын сақтауға өте қажет. Жылуды дерманың жылу рецепторлары сезеді. Рецепторлардың тітіркендіргіштері орталық жүйке жүйесіне жетіп, тері тамырларының кеңеюіне әсер етеді және тер бездерінің белсенділігін өсіреді. Кеңейген тамырлар қан ағысын жылдамдатады, солайша жылуды арттырады. Тер бетіне шығатын тер буланып, ағзадан жылу бөлінеді. Ал суыққа келетін болсақ, суықты сезу ағзаның тұрақты температурасын сақтауға қызмет етеді. Суықты сезуге дерманың суықты сезу рецепторлары қатысады. Суықты сезуден соң дене түктерін тікірейтетін бұлшық еттер әдетте денеге жабысып тұратын түктерді тікірейтеді және сол арқылы түктер жасайтын жылу сақтайтын қабат қалыңдайды.